егер простатит болған болса, бар болатын болса, ешқандай ат, ешқандай бағанағы қымыз оған көмектеспейді. Бұрынғыдай мен қазір секрет простата алу үшін артқы тесік арқылы простатаны басып, ондай анализдерге жібермеймін. Қазіргі кезде ол ұрық арқылы, ұрық шығарған кезде енді мастурбация жасау керек болады, бірақ ұрықты шығарып, сол секрет простатаның ішінде инфекция бар ма, условно патогенный инфекциялар болуы мүмкін, стафилококк, стрептококк, сондай инфекциялар бар ма, соны анықтаймыз. Ассаламалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер ерлер денсаулығына байланысты пайдалы ақпараттар алғыларыңыз келсе, маған тіркеліп төмендегі қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып простатит жайында. Простатиттен қалай арыламыз? Простатит дегеніміз не? Сол бойынша қозғайтын боламыз. Простатит дегеніміз не? Қуық асты безінің қабынуы простатит деп аталады. Қуық асты безі еркектердің бәрінде бар. Соның қабынған кезде ғана ол простатит деп аталады. Бұл қандай себептермен қабынады? Көп жағдайда ол инфекцияның салдарынан болады, немесе иммундық жүйенің төмендеп кету салдарынан болады. Сосын застойный простатит дейді. Қуық асты безінің қызметі ол ішінде секрет шығарып отыру. Біз көзбен оргазм алған кездегі көзбен көргенде шығатын шәует, сол қуық асты безі шығарады соны. Сол шәует тұрақты шықпай тұрса, немесе жаңағы застой болса, тұрақты қатынасқа түспеген жігіттерде сол жиналып қалады қуық асты безінде. Егер ол жігітте иммундық жүйе төмен болса, стресс, депрессияда болса, қандай да бір сырттан келген бір факторлардың әсерінен иммундық жүйе төмен болса, сол секрет қабынады. Қабынғаннан кейін ол простатитке алып келеді. Қандай симптомдар бар простатит пайда болған кезде қандай симптомдар болады? Ол кіші дәретке байланысты симптомдар. Дискомфорт, кіші дәретке барған кезде ашу, ауру, қиналу, күшену, жиі бару, қуықта зәрін қалып қойған сияқты ощущение болу, сосын түнде жиі бара беру. Осы симптомдар ол простатиттің симптомдары. Егер бұл симптомдар болмаса, осы симптомдардың біреуі де болмаса, онда ол адамда простатит жоқ деген сөз. Бізде өкінішке орай келетін пациенттер былай деп келеді. Мен қандай шағымдармен келдім десе, менде простатит деп келеді. Сосын не мазалап жатыр, қандай шағымдар бар десе, ешқандай шағымдар жоқ, менде простатит, мен көтере алмай жатырмын деп келеді. Көтере алмау мен простатит екеуі екі түрлі диагноз, екеуі бір-бірімен қатты байланыс жоқ екеуінің ортасында. Сол үшін егер жаңағындай симптомдар болмаса, значит, ода простатит та жоқ деген сөз. Немесе простатиттің тағы бір түрі бар, латентная форма, мысалы анализ арқылы қараймыз, анализ арқылы воспалительный процесс бар или инфекция бар, бірақ ешқандай симптомдар болмауы мүмкін. Сол үшін біз оны простатит бар жоғын анықтау үшін тексеруге жіберу керекпіз. Анализдерге направление береміз. Қандай анализдер? Жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, сосын бак посев спермы или бак посев секреті простаты. Бұрынғыдай мен қазір секрет простаты алу үшін артқы тесік арқылы простатаны басып, ондай анализдерге жібермеймін. Интересно, как это делается? Пощупайте мой пульс. Что еще за чертовщина? Мистер Гриффин, это проверка простаты. Ты же мне палец в жопу засунул! Таким образом и проверяют простату. Теперь, если вы мне позволите... Отстаньте от меня! Қазіргі кезде ол ұрық арқылы, ұрық шығарған кезде енді мастурбация жасау керек болады, бірақ ұрықты шығарып, сол секрет простатаның ішінде инфекция бар ма, условно патогенный инфекциялар болуы мүмкін, стафилококк, стрептококк, сондай инфекциялар бар ма, соны анықтаймыз. Сосын жыныстық жолдар арқылы берілетін инфекциялар бар жоғын анықтаймыз. Сосын жалпы зәр анализінде лейкоциттар қабыну жауап беретін лейкоциттар бар ма анықтаймыз. Егер бұлардың ешқайсысы жоқ болса, ешқандай жаңағы клиникалық белгілер болмаса, онда бұл жігітте простатит жоқ деген сөз.
Сол үшін осыған мән беру керек. И простатит жоқ болса, оның емдеудің де қажет жоқ. Егер простатит болса, лейкоциты бар, жаңа условно патогенный инфекциялар көбейіп кеткен, оның 4 дәрежесінен жоғары болатын болса, немесе жыныстық жолдар арқылы берілетін инфекциялар болған болса, оны біз емдейміз. Қазіргі кезде соцсеттегі осындай жаңа нелерге астына көбінесе шағымдарын жазып жатады, менде простатит бар деп. Екінші біреулер кеңес беріп жатады, простатит болса атқа мін, қымыз іш, тағы да сондай сияқты кеңестер беріп жатады. Егер простатит болған болса, бар болатын болса, ешқандай ат, ешқандай бағанағы қымыз оған көмектеспейді. Атқа міну ол денсаулыққа пайдасы бар, бірақ ауырмай тұрып жасау керек, міну керек атқа. Ал простатитпен ауырған адамдарға ол ат ешқандай көмектесе алмайды, өкінішке орай. Сол үшін простатит бар болған болса, дәрігерге бару керек, тексерілу керек, содан кейін емделу керек. Енді жаңағы массаж простаты жасап жатады, простатиттен емделу үшін. Енді қараңыздар, саусақ арқылы тікшектен простатаны басқан кезде, қатты басқанның өзінде, мысалы кейбіреулер анализ тапсырған шығарсыздар, өте болезненная процедура, өте ауырсынумен жүретін процедура. 1-2 капля секрет әрең шығады. Сол 1-2 капляны шығару үшін қаншалықты жаңа басады, қаншалықты ауырады. Ол секретті шығармай-ақ қатынасқа тұрақты түсіп отырса, мысалы бір жаңа басқан кезде 2-3 капля секрет әрең шықса, қатынасқа түскен кезде 2-3 миллилитр секрет бірақ шығуы мүмкін. Сол үшін көрдіңіздер ме, қатынастың пайдасы простатитке алып келмеуге, или простатиттің профилактикасы ретінде, немесе простатиттің емі ретінде өте пайдалы. Сол үшін біз қазіргі кезде, егер ол кісінің әйелі болса, онда назначение дәрілер тағайындаймыз да, егер қабыну бар болатын болса, егер қабыну жоқ болатын болса, ешқандай дәрілер тағайындаудың керек жоқ. Ол адамдарға, ол жігіттерге біз тек қана тұрақты жыныс қатынас деп кеңес бере аламыз, болды. Басқа ешқандай дәрілердің берудің қажет жоқ. Егер қабыну болатын болса, онда дәрілік заттар береміз. Қабынудың түріне, стадиясына байланысты, сосын барып тұрақты жыныс қатынасқа түсуге кеңес береміз. Ал басқа бағанағы айтып кеткендей аттар, жаңағы тағы да қазіргі реклама жасалып отырған неше түрлі көрпешелер, олар ешқандай пайда бермейді. Қуық асты безіне, соны түсіну керек. Кейбір жігіттер келеді, мынандай шарикке отыр деп жатыр деп. Енді мынау мускулус глютеус дейді, бізде медициналық тілмен айтқанда, мынау ягодичная мышца. Ол өте үлкен. Ол жақта май, ет, бұлшық ет өте үлкен. Ол бағанағы шаригіміз болсын, бағанағы неше түрлі көрпешелердің ішіне салған сүйек тәріздес, аттың омыртқасын келтірілген заттар болсын, көрпешелер болсын, ешқандай әсерін бере алмайды. Ол жаңағы мышцаларды езіп тұрып, простатаны массаж жасай алмайды ол. Ол просто реклама екенін түсініңіздер. Ол сіздерге простатитке ешқандай әсер ете алмайды. Оған сіз отырсыз, сізге ешқандай әсер болмауы мүмкін, сіз сатып алуыңыз мүмкін. Кері әсері де жоқ, оның пайдасы да жоқ. Сол үшін просто так оны сатып алып, оған секіріп отырудың қажеті жоқ. Одан да пайдалы іспен айналысу керек. Пайдалы іс ол уақытылы үйлену керек, и тұрақты қатынасқа түсу керек. Егер видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Келесі жолы қандай тақырып қозғағаныңызды қаласаңыздар, сол тақырыпты комментарийға жазып кетіңіздер, сол тақырыпты қозғауға тырысатын боламыз.